Қалай айтсаңыздар. Мамандар бар ма араңызда? Бірінші рет компания. Жоқ, да? Барлығымыз болдыңыздар. Олай болса білесіңіз. Енді бірақ біздерде барлығымызда қателік келген кездерінде адамға қалай айтамыз деген сұрақ тұрады. Біреуге барған кездерде сетевой бизнес негізі на самом деле самый прекрасный бизнес, бірақ енді бұл бизнесті аяққа қоятын да өзіміз, құртатын да өзіміз, басқа ешкім емес. Сондықтан кез келген адамға ең бірінші барған кездерінде қандай позицияда бару керек. Енді олардың барлығы отдельный сабақ. Ең бастысы сіздер мына жерге не үшін келдік деген сұраққа жауап тауып болсаңыздар, қалай айту деген вопрос это результат деп берді. Ең бастысы маңызды емес. Сондықтан бүгінгі мына жерге келіп отырған адамдардың мақсаттары егер жаңағыдай табыс табу болатын болса, табыс көзі маркетинг план деген енді керемет. Теңі тайы жоқ маркетинг план. Негізі сетевой бизнес деп айтылады, бірақ біз келген кездерінде көбіне мен айтатын қателіктеріміз біз дәрігер болмасақ та, біз медик болмасақ та адам іздеп кетеміз емдеуге. Мына жерде мінекей маркивадор осындай арсыралайын мынандай деп айтылды ма, уже сразу миымызға қабылдап аламыз. Мына жерде мінекей сахарный диабетке, давлениеге жәрдем береді, сразу ойларында тұр. Аха, кімнің іші ауырды, кімнің басы ауырды, кімді шақырсам екен дегенде. Не үшін? Именно MLM бизнес деп айтылады. Бизнес, значит, біз мына жерге бизнеске келдік па, өзіміз бизнесмен деп сезінуіміз керек. Сондықтан ең бірінші, әрине мен кез келген новичокқа айтамын, келдіңіздер ма, сіздерге 3 күн тұрып, пожалуйста, өзіңізге 3-4 беріп, продукцияны 2 өйт, енді 4 болып жатыр. 4 продукция 3 күнде жаттап алуға бола ма? Оның ішінде химиясын, барлығын жаңа клетканың ішіне кіргенде қандай реакция жүреді, оларды білудің шарт емес. Но қандай әсері бар, қалай пайдалану керек, не үшін пайдалану керек деген сол 3 сұраққа жауап тауып алсаңыз болады. Ал табыс көзіне келетін болсақ, мінекей, пожалуйста, маркетинг план бізде бинар. Оны бәріміз білеміз. 5 түрлі жолы бар. Мен мінекей всегда мына жерде керісінше жазып қалдым, осыдан бастап та. Мен осыны керісінше жазамын. Себебі кез келген адам бизнес бастау үшін 180 мың теңге үлкен ақша ма? 180 мың теңгемен магазин аша аласыздар ма? Бір даже базарға тұрып жай жаңа картошка пияз сатуға 180 мың теңге жете ма? Жетпей. Біз бәр жоғы бір-ақ рет үшін, енді 12% қылады, значит, бәр жоғы 201 мың салдық, сонымен үлкен халықаралық бизнес бастап отырмыз. Значит, бизнеске келдіңіз бе, алдымен мына маркетинг планды жасап қойып алу керек. Маркетинг планын жаңа айтқандай бинар, өзім үшін бір-ақ рет мінекей VIP пакет алдық, 360 PV берді. Алдыңғы бұлардың картіне тоқтаудың қажет жоқ шығар, бәріңіз білесіздер ғой. Значит, VIP пакет 360 PV 180 мың теңге, 12% НДС-мен налог добавочный стоимость, соның 201 мың 600 теңге болды. Одан кейінгі пакет 240 PV 120 мың теңге, 134 мың 400. Одан кейінгі 180 PV, бұнымыз 100 мың 800, 120 PV-міз 67 мың 200, және 60 PV-міз 33 мың 600 теңге. Бір-ақ рет алдым, сізге ай сайын алып отырған жоқ, ай сайын мынандай товар оборот жасады. Ең басты ерекшелігі біздің маркетингте. Жеке личный мынандай линияны өсіруіміз шарт деген жоқ. Оны бәріміз білеміз, да? Сіз қаншадан бірінші линияңызға шақырамыз десеңіз, өзіңіздің еркіңізде, бірақ минимальный қаншадан? 2 адам. 2 адам. Бірақ 2 адам дегенге 2 адамға іркіліп қалмаймыз. Егер миллионер боламыз десеңіздер, біз тек 2 қолға жұмыс жасаймыз. Оң жақ, сол жақ, оң жақ, сол жақ қылып қойып кете береді. Бірақ соны өзіңіз дәрежеге, статусқа көтерілу үшін, мінекей 3 адамды өсіріңіз, 5 адамды өсіріңіз, 6 адамды өсіріңіз деген шарт жоқ. Ол бірінші ерекшелігі. Екінші, ай сайын сіздердің товар оборот талап ете ме? Ай сайын товар оборот талап еткен жоқ, етіп отырған жоқ. Өзіңіз личный немесе групповой товар деген. Боковой линия өсір демейсіз. Дәрежеге көтерілу несі барлығы накопительні. Көтерілген дәрежеңізден түсіп қалу деген жоқ. Сіз бір-ақ рет тіркелдіңіз, сізді бір 2 ай, 3 ай жұмыс жасамасаңыз компанияда шығарып тастайды деген нәрсе жоқ, да? То есть, мынау нағыз жалқау жатып ішер адамдар үшін де арналған бизнес деп айтамыз. Ал басқа көптеген компанияларда сіз
ай сайын жеке өзіңіз мынандай товар алып беріңіз, группа болып мынандай товар алып беру керек, қажетсіз. Мінекей мынанша литрді өсіріп отыру керек деген әңгіме бар да. Так, енді келдік. Өзіміз үшін бір-ақ рет тіркелдік. Мынау сіз. Қай пакетпен тіркелеміз десеңіз де өзіңіздің еркіңізде бір пакеттен бір продукцияны алып, жайлап апгрейд жасап көтеріле беруге де болады. Апгрейдке де уақыт беріліп отырған жоқ, да? Келдіңіз, ең бірінші бұл жердегі міндет әрбір сетевиктің не? Өнімді алдық, содан кейін не істеуіміз қажет? ішіп көру керек. Өзіміз пайдалануымыз керек. Өзімізден өткірдік, өтірік айтудың қажет жоқ. Ана жерде өлейін деп жатырық, аузын салып жүрген, ішіп тұрып жүріп кетті деудің қажет жоқ, да? Негізі реально қандай нәтиже көрді? Барлық адам ол нәтиже көреді. Сол нәтижеңізді реально айтсаңыз болды. Келдіңіз, өзіңіз көрген нәтижеңізді бір адамға айттыңыз. Сол адамнан сіз қандай табыс табасыз? Ең бірінші табыс көзі бұл не? Реферальный бонус немесе шақыру. Өзіңіз тікелей шақырған адамыңыз сіздің өзіңіздің кірген пакетіңізге байланысты. Егер сіз клиентский пакет болсаңыз 5%, партнерда 10%, бизнесте 12%, элит пакетте 15%, VIP пакетте 20% алдың 20%. Мысалға, егер сіз өзіңіз просто ішіп көре қояйыншы деп 60 пивиға алдыңыз. Бірақ сіздің шақырған адамыңыз бұл жерде табыс көзін көріп те 360-ға тіркелетін болса, ол түстен қанша аламыз? 5%. 5%. 360-ның 5% қанша? 36-18, 1800 ба? Қалай? Доллар жай, пивимен ағайтыңызшы. 360-ның 5%. 18 доллар, да? Немесе 9.000 теңге. 9.000 теңге. Ал егер сіз өзіңіз 360-қа келіп тұрып, 360-қа шақыратын болсаңыз, 20% аласыз. 20%-іңіз қанша? 36 мың. 36 теңге. 36 мың теңге, 72 доллар. Екінші адамды шақырдыңыз, ол да 360-қа келесіз. Ал? 18 мың ғана. Мына жерде ма? Жоқ, дұрыс айтып отыр ғой, дұрыс. 5% қой. 18 доллар немесе 9 мың теңге. Так, екінші адамды шақырдыңыз, ол кісіден түсті 36 мың теңге. Енді екі жақ кеңескен кезінде бізде екінші табыс көзі ашылады. Қандай? Бинар. Бинарлық бонус. Бинарлық бонус, егер өзіңіз 360-дан отырсаңыз, неше процент? 10%, да? 10%-іңіз қанша болатын жерде? 18 мың. 18 мың теңге. Яғни сіз екі адамды шақырғанда қанша алып отырсыңыз? 90 мың теңге. Салған ақшаңыздың жартысы қайтып келді ма? Жартысы қайтып келді ғой. Енді тағы екі адам шақыратын болсаңыз, сіз түгелдей ақшаңызды қайтарып алдыңыз, а сізге берілген өнім не қылды? Сізге тегін қалды. Бұл екінші табыс көзі. Яғни екінші табыс көзі, егер сіз клиент болатын болсаңыз, сол кезде де бинардан ештеңе жоқ. Ал мына 3 пакетте сіз 8%, үлкен пакетте 10% алыңыз. Үшінші табыс көзі мына жерде қандай? Матчинг фонд. Мысалы сіз келдіңіз, мына жерге бір маржан шақырды. Маржан келді, өзінің адамдарын шақырды. Маржан бинардан қанша табыс табатын болса, соның сізге қандай суммасы барады? Егер өзіңіз VIP пакетпен болатын болсаңыз 10%, элит пакет 10%, бизнес пакет 7,5%, партнер пакет 5%. А клиентский де, конечно, уже де да, бинардан қанша табыс тапса, соның сізге 10% түседі. белгілі суммасы түседі. Енді реферал ол бір шақырылатын нәрсе ғой. Енді қараңыз, сізде маржан біреуіңіз ғой, сіз маржан сияқтағы неше адам шақырдыңыз. И ол кісілер өздерінің адамдарын шақырды. Простой пример. Мысалға мына кісіде 18 мың теңге алды, да? 18 мың теңге алды. Мына жерден 18 алды, мына жерден 18 алды. Значит, маржан сіздің бірінші линияңыз болған үшін, бұл кісіде неше бинар жабылды? 3 бинар жабылды, да? 3 бинардан 18 мың теңгеден қанша болды?
54 мың теңге. 54 мың теңгенің 10% сізге табыс болады. Ертең күні бұл кісінің командасы үлкейіп, мысалға $1000 алатын болса, 400 мың алып дейік. 400 мың алатын болса, сізге қанша түседі? 40 мың түседі. Себебі Маржан сізге бірінші линия. Маржан келді Сәулені шақыр. Сәуле сізге уже нешінші линия болады? Екінші линия. Егер сіз мына 2 пакетте болатын болсаңыз, сізге екінші линиядан түспейді. Ал егер сіз мына 2 пакетте болатын болсаңыз, онда сізге Сәуледен, егер өзіңіз элит пакетте болсаңыз 5%, ал егер өзіңіз элит пакетте болсаңыз 8% түседі, 8% түседі. Түсінікті ғой да? Ал Сәуле келді, мына жерде айтайық бір Алманы шақырды. Алма сізге үшінші тереңдік тұр, үшінші линия. Үшінші линияда элит пакетте 2,5%, егер бизнес пакет болатын болса 6% алып отырсыңыз. Нормально? Басында, конечно, бинар өте үлкен ақша. Бинардан бірақ ограничение бар. Максимально қанша аламыз? 5 миллион. Значит, аптасына максимально біз $10 мың аладымыз. Бір айда $40 мың. Жақсы ақша ма? Өте жақсы ақша. Керемет. Себебі мен осының алдында проектлерді жасадық, бізге аптасына 10 мың деген ешқандай болған нәрсе емес. Енді қараңыз, мына жерде сіз аптасына $10 мың алып отыратын болсаңыз, енді представьте себе, өзіңіз келдіңіз. Бірінші линияға 10 адам шақыруға бола ма? Болады. Бір күнде шақырмай-ақ қойыңыз, бір айда шақырмай-ақ қойыңыз. Бір уақыт өтуіменен, может, біреу бір айда, біреу 6 айда, біреу 1 жылда. Но бірінші линиясында 10 адам стабильно жұмыс жасап тұрса. Солар көп ақша алмай-ақ қойсын. 10 адам $1000 алғанда қанша болды? Қанша болды? $10 мың. Соның 10% сізге қанша түседі? Қанша түсті? $1000. $1000 түсті. $1000. Ал егер 10 адам, әрқайсысы 10 адамнан шақырғанда қанша болады мына жерде? 100 адам, олар да $1000 алсын, көп алмай-ақ қойсын. Солардың сізге екінші линиядан қанша түседі? Неше процент? 8% түсті. 8%-дан сіз қанша аласыз мына жерде? $8 мың. $8 мың. Ал олар уақыттың өтуіменен 800. Дұрыс емес, почему? Ол $1000 несе қалай 800? $1000 алды 100 адам. $100 мың. $100 мыңның 8% 800 емес қой? $8 мың. Ал егер 1000 адамыңыз $1000 тапқан жағдайда қанша болады? Миллион, соның 6% сізге қанша түседі мына жерде? Қанша түседі? $60 мың. Мынауыңыз басқа сия ма? Басыңызға сидірдіңіз ба? Симай жатыр сол. Вот соны сидірту керек. Это реально. Себебі каждый адам келген кезінде сіз ойламай-ақ қойыңыз, тек мен ғана 10 адам шақырдым, басқалар шақыра алмайды. Каждый 10 адамнан шақыра алады. Просто сіз келдіңіз, өзіңіздің бірінші линияңызды үйретіңіз. Ол кісілер өздерінің бірінші линиясын үйретеді. Олар өздерінің бірінші линиясын. Вот мына дүние алыс емес. Ертең-ақ болатын нәрсе. Сонда сіз 10 адамның өзіне почти $70 мың ақша тауып. Нормально? Керемет. Поэтому қазір сіздер каждый, да, бізде айтылады, ана бірінші линияны өсіру шарт емес, оған независимо. Мысалға, сіз атыңыз кім еді? Гүлзина. Вот мен Гүлзинаны шақырдым, Гүлзина өспесе де маған бәрібір, маған тек товаровод болса демейді. Мен Гүлзинаны өсіріп отыратын болсам, Гүлзина көбірек бинардан алған сайын мен қуануым керек. Себебі ол кісі біріншіден ол кісі өсіп жатыр, екіншіден одан маған неге жатыр? Табыс келіп жатыр. Бинардан басқа қосымша табыс келіп жатыр. Сондықтан мына жерде каждый өзіңіздің личностьті өсіріп отырсаңыз, ертең күні чека, это самый большой деньги чека. Не бинар. Бинарда 40 мың ол ойнап қалып кер жатыр. Түсінікті, да? Енді одан кейінгі табыс көзі, енді жаңағы депозитке басқаға тоқтамай-ақ қойып, кеше көрдіңіздер, қаншама адамдар мына табыс көздерін алып шығып жатыр. Да? Мың пиви дегеніміз не? Мінекей, мына жерде 360 жағысы бір адам, 2 адам, 3 адам болды, сізде уже 1000 пиви бар. 1080 болды мына жағысы. Мына жақта 360-тан 3 адам болды, уже 1000 пиви бар. Сіздің бір жағыңыз даже спонсормен көп кетті, мына жақта кетіп жатырды.
қысқа жағысты 1000 күйбі болғанда сіз менеджер жағуда бір күн екі күні менеджер жағуға бола ма? Болады, играючи. Сіздің каждый адамыңыз менеджер жағып отырса, сіз ана мынаяқтағы статусқа қалай жеткеніңізді білмей қаласыз. 1000 күйбі болды, 2 продукт сізге 67 000 теңгені просто компания сыйлады деп ойламыз. На самом деле так, да? Енді накопительный 1000 бар, үстіне тағы 2 қосылды, сонымен 3000 болды. Сіз уже кімсіз? Наставник. Наставникте сізге уже 2 емес, неше продукция беріп жатырды? 3 продукция тегін беріп жатырды, мінеки. Плюс сізге тағы не берді? 50 000 теңге ақша берді мына жерде. Ақшалай. Оны наставник болғандар көріп отыр. Қалай наставник болды, солай моментін түсіп отыр. Одан кейін мінеки 30 бар, үстіне тағы 2 есе қосылды, сонымен 90 болды. Сіз кім болдыңыз? Мастер. Мастерде сізге уже компания 250 000 теңге, 250 000 теңге просто подарок сыйлыққа беріп отыр. А қаншама адамдар 250 000 теңге үшін айлап жұмыс жасайды, да? 90 бар, оны 3-ке көбейтіп жібердіңіз, мінеки. 9 бар, мінеки. 9 үстіне 21 қосылды, 30 000 болдыңыз. Сіз уже советник. Кеше неше адам советник болды? Айфон алып шықтыңыз. Қанша адам? 17 адам. Так, 17 адам iPhone алды. iPhone-ның бағасын білесіңіз, да? Тем более iPhone 15 кешегі аманда. 14 емес, 15 Pro. 15 Pro-ның бағасы уже миллионға шамаласып қалды, да? Соны сізге тегін беріп жатыр. Так, одан кейін неше адам директор болды кеше? 7 адам директор. Круиз. Бірінші, осының алдындағы бірінші открытиясына келген адамдар бар ма араңызда? Бар, да? Сол кезде қандай алдыңызға мақсат қойдыңыз? Келесі мероприятие кім боламын деп қойдыңыз? Шын айтайын да, совет болады, яғни біраса кішкене жетпей қалып, қалса боламыз. Сол кезде директор боламыз дегенде директор жауып шығып, ертең бізбен бірге январда круизда, лайнерде болар едіңіз. Конечно. Жаңа жылға кім директор жабады? Так что круизда боламыз. Значит, көрдіңіз ба? Мына круизда, білесіңіз, кейбір компанияларға ай сайын $100 қалтасынан салып, жинап, сол круизға бару үшін ақшаларын салып отыр. Біз ақша салдық па? Біз салғанымыз жоқ, наоборот, бізге берді. Біз ақшамыз, табысымыз тауып отырмыз. Плюс бізге тегін мына круизді сыйлап отыр. Енді кеше қандай күшті керемет событие, бір емес, 2 адам не қылды? Машина алып отыр. Сіз мына статусқа келгеннен кезіңізде, даже міне советникке жеттіңіз. Кеше Ялина Сарыш айтты ғой. Ең қиын статус қайсы деді? Мастер деді. Мастер жаққаннан кейін уже автоматом ары қарап кете береді. Сіз тоқта десеңіз де тоқтамайды. Не үшін? Сіздің адамдарыңыз наставник болды, сіздің адамдарыңыз наставник болғанда кем дегенде аптасына 200, 300, 400 мың алып отқанда, ол адамға істемелесең отыра ма үйінде? Отырмайды. Отырмайды ғой. Олар сізге қарамайды. Все, автоматом кетіп жатыр. Мен мына сетевой бизнесті, мен құруды былай қоғамда, мынау мінекей. Қазір міне қыс келіп жатыр, да? Қар жауып бастады. Мына жерде сіз келдіңіз, далада кішкентай кезіңізде қар ойнайтын бедіңіз, домалатып. Аяқтан соқтыңыз ба? Соқтық қой. Былай қарап келіп, келе жатқан кезінде мынау оңай ма? Қиын. Қиын. Қарды домалатып қиын. Мінекей мастер болып, мына жерге қарыңыз домалатып үлкен болып келді. Енді не айтыңыз? Сырғы оңай. Енді Сырықты оңай. итерген жоқсың, жерге итеріп келдіңіз. Енді бұл жаққа итерген жоқсың. Сені былай қарай алдына тұрсаңыз, мына тоқтайды ма? Тоқтамайды. Тоқтамайды. Сізді итеріп кетеді, мінекей былай кете береді. Понимаете? Сондықтан, мінекей сіз ары қарап кетіп бара жатсаңыз, енді директордан кейін супер директорды жабу ол өте просто шылчок ары қарап кетіп жатырды. Алла қаласа, кешегі шыққан мастерлердің барлығы енді тоқтамастан супер директорды жауып, келесі мероприятияда барлықтарда машинасын алып тұрады деп ойлаймын. Одан кейінгі мінекей консулда квартира. Бізде обязательно мінекей мына жерде саяхатқа iPhone алуымыз керек, саяхатқа баруымыз керек, автомобильді алуымыз керек. Елге ол не? Инструмент көрсететіндей. Мінеки мынау менің iPhone-ым, мінеки мен мына елге барып келдім, мінеки мынау менің көлігім компанияның берген депті. Ал одан кейінгі квартираның ақшасын, консулдағы ақшаны
президенттегі ақшаны былайынша ақшалай ала беруіңізге мүмкіншілік бар. Қалаған кезіңізде қалаған нәрсеңізді алуға мүмкіншілік бар. Вот мінекей советник осы. Енді бұл жерде қараңыз, бізде ай сайынғы товарооборот жоқ. Ай сайын лично. Бар болғанмен бізде не түрінде болады? Депозит. Так, депозит мына жерде. Қойын, аптасына 2 миллион, 3 миллион түсіп жатыр ғой, сізге 100 мың, 200 мыңға келіп ендігәде активность жасап десе, адамның қалтасынан ақша шыққан кезде қиналады. Ал мына жерде сізге депозит соңында компания бізге ойластырып қойды. Депозитіңізге тапқан табыстың 10% жиналып тұр. Қалаған кезіңізде, қалаған продукцияңызды қалаған мөлшерде алыңыз. И сол депозитіңізден сізге қайтадан 100%-ны не түседі? Бинар түседі. Вот ойлаңызшы, сізде қазір бір 6 айдан кейін командаңызда 100 адам 360 PV-ге өздерін товар алды. 360 PV-ден 100 адамнан бинардан жаңа қанша түседі? Bir бинардан неше түсті? Теңгеме? 18 мың. А 100 адамнан болғанда? 180 мың. Миллион 800 миллион 800. Бинарың. Представляете? Бірде-бір компанияда онда жоқ. Енді ол кісілердің сіздің мысалға мінекей мынау келді, маржаның өзінде бинарына жаңа депозиттен 1.800.000 бинар алатын болса, содан сізге не түседі? Процент. Чека. 180 мың уже маржадан сізге қайтадан чека. То есть повторный алған товардан сізге біріншіден бинар түсіп отыр, екіншіден сізге чека түсіп отыр, бірінші орыннан 10%, екіншіден қанша? 8%, үшіншіден 6%. То есть біз тағы алып жатырмыз. Жаңадан келген адам сияқты сізге бүкіл бонустар түсіп жатыр. Кайф? Кайф, Конечно. Просто играючи можно делать. И кез келген сетевикте келген кезде сіздерге айтып отыр. Ой, сіздерде 10% ғой неден деп, бинардан деп. Бізде 10% окончательно ма? 10% окончательно ма? Жоқ. Сіз уже неге мастерге келдіңіз ба? Содан кейін уже 10 жарым, 11, 11 жарым, 12, 12 жарым түсе береді. Мен қазір мінеке уже қанша алып отырмын? Мен уже 11,5% алып отырмын. Сіздерге 18 түсетін болса, маған қанша түсіп жатыр? 19 мың бірдеңе түседі. В общем, почти 20 мың. Бір бинардың өзіне. Круто? Круто. Поэтому постарайтесь быстрее сол дополнительный бинарға шығуға. Но ең самый вкусный нәрсе соңында біз президентке шыққан кезде не қыламыз? Неге шығамыз? Мировой, яғни біздің көп компанияларда пенсия. Бізде пенсия бар. Вот, пожалуйста, пенсия. Мировой товарообороттың 1% алып отырсыз. Еще жалғыз өзіңіз ғана алмайсыз. Сіздің әрбір шығарған лишнеңізден не қылады? Тағы $1 қосып береді. 10 адам шығарыңызшы. $10 сізге тағы қосып береді. Яғни 1%-ті тоқтап қалмайсыз. Кайф па? Кайф. Так что давайте барлығымыз осы жерден нағыз бизнесмен болып, байда қуатты. Амин. Барлығымыз бір жауапшыңыздар. Амин.